Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Сақтар бөлімі. Сабақтың тақырыбы Берел қорғандары. Бүгінгі сабақта ежелгі тайпалардың дүниетанымы және қолданбалы өнер ерекшеліктерін түсіндіреді. Балалар, өткен материалды пысықтап бекітелік. Жылдам сұрақ әдісі бойынша сұрақтарға жауап берелік. Сақ қоғамы қандай топтарға бөлінді? Ұру мен тайпа көсемдері қандай қызмет атқарды? Сақтардың тайпалық одақтарын атаңыз. Шығыс Қазақстандағы ерте темір дәуірінің ескерткіштерін атаңыз. Шілікті қорымы неше обадан тұрады? Кім зерттеген? Тексеріп көрелік. Сақ қоғамы әскери көсемдер, рубасылардан тұратын ақсүйектер, абыздар және қатардағы қауым мүшелері малшылардан тұрады. Ұру, тайпалардың көсемдері, ел басқарумен қатар бас қолбасшы, сот билігі және абыздың міндетінде атқарған. Тайпа көсемі қауымдастар арасында мал жайылымдарын бөліске салып, көші-қон бағытын әркімнің жер аумағын белгілеп отырды. Сақтардың тайпалық одақтары Эстедондар, Аримаспылар, Аргипилер. Шығыс Қазақстандағы ерте темір дәуірінің ескерткіштері Шілікті, Берел қорымдары. Шілікті қорымы 51 обадан тұрады. Ең алғаш рет профессор Черников 1960 жылдары зерттеген. Балалар, картадан көріп отырғандай, Қазақстан жеріндегі сақтардың тайпалық одақтары Эстедондар, Аргипилер, Аримаспылар. Шығыс Қазақстандағы Аримаспылар тайпаларының тарихи ескерткіштері Шілікті және Берел қорғандары. Балалар, төменде берілген суреттерде не бейнеленген? Нені байқадыңыз? Әрине, суретте Берел қорғаны, ежелгі тайпалардың дүниетанымы және қолданбалы өнер туындыларын біле аламыз. Берел қорғандары сақ дәуірінен сақталған ескерткіш. Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданындағы Бұқтырма өзенінің оң жағалауында Берел ауылынан оңтүстік батысқа қарай 7-8 километр жерде орналасқан. Сақ және түркі кезеңдермен мерзімделген 70-тен астам обалардан құралған қорған 4 шаршы километр жерді алып жатыр. Берел қорғандары тізбектелген үлкен, орташа, кішігірім обалардан тұрады. Бұл әрине сол замандағы әлеуметтік жүктің болғандығын білдіреді. Ең үлкен қорған ғылымға үлкен Берел деген атпен белгілі болған. Обалар таудың жақпар тастарымен араласқан және өзеннің ұсақ малта тастарынан үйілген екен. Алғаш 1865 жылы Радлов, 1959 жылы Сорокин зерттеген. 1998 жылы халықаралық қазақ-француз экспедициясы жетекшісі Зейнолла Самашев қорымның жаңа жобасын болжап, бірнеше қорғанды зерттеген. Берел қорымда тоң басқан обалардың беретін мәліметтері ерекше болған. Берел қорымдағы үлкен обаларда табиғат пен климаттың және обаны үйге материалдар мен ескерткіш құрылысының үйлесімімен пайда болған. Тоңның нәтижесінде органика, киім, ат әбзелдері,
ағаш бұйымдары, ер тоқым, тері мен киізден жасалған заттар шірімей жақсы сақталған. Балалар, Берел қорғандарының жерлеу ерекшеліктерімен танысалық. Тайпа көсемі қайтыс болғаннан кейін ру ақсақалдары жедел кеңес шақыртқан. Тайпаның беделді адамдары, абыздар, әскербасылар, көсемнің туыстары бірігіп, жерлеу мәселесін ақылдасқан. Көсемнің денесі қоштасу сапарында бүлінбес үшін абыздар денені мумиялаған. Сонан соң ашық арбаға салып, руластарын аралатып, жерлеу орнына апаратын бағытты белгілеген. Қауым мүшелері таудың биігінде көсем үшін терең лақат қазған. Тас плиталар төселген шұңқырдың түбіне ағаш астау табыт орналастырылған. Оның беті шірімес үшін ерекше сұйықтықпен өңдеген. Жанынан жіппен байлап, қабірге түсіру үшін құлақшалар жасалған. Берел қорымының бір обасындағы табытта көсем мәйітінен кейін әйел жерленгені анықталған. Астау тәрізді саркофаг екі бөліктен тұрады. Біреуінде мәйіт жерленсе, екіншісінде қыштан, ағаштан, металдан жасалған ыдыс-аяқтар, еңбек құралдар, қару-жарақтар қойылған. Саркофагтың сыртқы жағында ат әбзелдері сән салтанатпен әсем безендірілген жылқы сүйектері жатыр. Өлген иесіне о дүниеде қызмет ету үшін жылқылар да бірге көмілген. Астау табыт. Саркофагтың қақпағында 4 құстың қоладан құйылған шағын мүсіні бейнеленген. Самұрықтың мүсіндері марқұмның жаны мен денесін жаман рухтардан қорғайтынына сенген. Ежелгі гректер осы жерлеу ғұрыптарын білгендіктен, алтын қорушы самұрық құс туралы аңызды ойлап тапқан болуы керек. Берел қорғанының мерзімі біздің заманымызға дейін 5-4 ғасырларға жатады. Скиф сақ хайуанаттар стилінде жасалған заттар қорымда көптеп кездеседі. Балалар, жаңа сабақ бойынша тапсырма орындалық. Бірінші тапсырма. Ақиқат жалған әдісі. Төмендегі мәліметтердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыз. Тексеріп көрелік. Берел қорғанына 80-нен астам обалар табылған. Жалған. Берел қорғанынан 70-тен астам обалар табылған. Үлкен обаларда тайпа көсемдер жерленген. Ақиқат. 1998 жылы қорғанның жаңа жобасын болжап, Зейнолла Самашев бірнеше қорымды зерттеген. Ақиқат. Берел қорғанында бір ғана көсем мәйіті жерленген. Жалған. Берел қорғанында тайпа көсеммен бірге әйел адам мәйіті де жерленген. Астау табыт саркофагтың қақпағында 4 құстың қоладан құйылған шағын мүсіні бейнеленген. Ақиқат. Екінші тапсырма. Толықтыру кестесі. Кестені толықтырыңыз. Берел қорғаны қай жерде орналасқан? Қанша обалар табылған? Тізбектелген обалар қандай топтарға бөлінген? Қорымнан табылған жәдігерлерді атаңыз. Самұрықтың мүсіндері нені білдіреді? Тексеріп көрелік. Берел қорғаны қай жерде орналасқан? Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Берел ауылы маңында орналасқан. Қанша обалар табылған? 70-тен астам. Тізбектелген обалар қандай топтарға бөлінеді?
Үлкен, орташа, кіші. Қорымнан табылған жәдігерлерді атаңыз. Қыштан, ағаштан, металдан жасалған ыдыс-аяқтар, еңбек құралдар, қару-жарақтар, алтын және күмістен жасалған бұйымдар. Самұрықтың мүсіндері нені білдіреді? Өлген адамның жаны мен денесін жаман рухтардан қорғайтын сенім. Үшінші тапсырма. Тарихи диктант. Сөйлемді толықтырыңыз. Кілт сөздер. Алтын қорушы самұрық тайпалары. Алтай. Көсемдердің. Саркофаг. Мәйіт. Қыштан. Ағаштан. Металдан. Алтын мен күміс. Тексеріп көрелік. Шығыс Қазақстанды мекендеген архипелер алтын қорушы самұрық тайпалары деп есептеледі. Ұзақ уақыт аңызды ретінде айтылып келген бұл атаудың негізі бар екенін Алтай қорымдарындағы қазба жұмыстары дәлелдеп берді. Алтайдағы көсемдердің алып қорғандарды салушылар табиғат жағдайын ескеріп, оны қабірді тонаушылардан қорғау үшін пайдалана білген. Астау тәріздес саркофаг екі бөліктен тұрады. Біреуінде мәйіт жерленсе, екіншісінде қыштан, ағаштан, металдан жасалған ыдыстар, еңбек құралдар, алтын мен күмістен жасалған бұйымдар кездеседі. Балалар, жаңа сабаққа кері байланыс жасалық. Ашық хат әдісі бойынша. Бүгін мен не білдім? Маған не ұнады? Мен не білгім келеді? Назарларыңызға рахмет.